Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Виктор Гюгоның «Күзетін адам» шығармасын ұсынайын деп отырмын. Достар, Виктор Гюгоның негізі қазақ тілінде кітаптары шыққан. Ол Париждегі Құдай Ана соборы және Аласталғандар деген үлкен шығармалар қазақ тілінде шыққан болатын. Бірақ та бүгін біз «Күзетін адам» деген оның тағы да бір әлемге әйгілі бір шығармасы туралы сөз қозғаймыз. Бұл кітапты мен оқыдым және де бірақ та айту керек, бұл Виктор Гюгоның жалпы жұмыстарын оқыған кезде оқырман көптеген тақырыптан тыс сөздер кездесетінін білу керек. Өйткені біз басқа Агата Кристи мысалы басқа авторларды оқыған кезде сюжет бойынша ғана нақты кейіпкерлердің оқиғасын оқысаңыздар, ал Виктор Гюгоны оқыған кезде сіздер шығарманы оқып жатып, сол шығармада егер де бір мекеме немесе бір ұлт кеме туралы сөз қозғалса, міндетті түрде сол автор, сол ұлт қайдан пайда болғанын, сол мекеменің қаншасыншы жылдар жұмыс істегені туралы бір қысқаша рецензиясы болады. Кейбір ойлары автордың 5-10 бет болуы мүмкін, кейбір монолог, диалогтары ұзақ, кейіпкері сондай ұзақ әртүрлі ойлар ойлауы мүмкін. Бірақ та бұл автордың осындай жазу стилі мен өзім ойымша сол жылдары жазушыларға кітапты шығарған кезде сол кітаптың көлеміне немесе қанша сөз бар соған байланысты жалақы төленген шығар деп ойлаймын. Сол себептен бізде осы Виктор Гюго шығарманы жазады және де қосымша көптеген тағы статьяларды жазады екен. Бірақ та бұл оқыған кезде өте күрделі сияқты көрінеді. Бірақ та сондай қосымша ақпараттарға шыдасаңыздар, Виктор Гюгоның қызықты оқиғасы сіздің көз алдыңызда шығады. Мен бүгін сіздерге «Күлетін адам» деген шығарманы ұсынайын деп отырмын. «Күлетін адам» деген әлемге әйгілі Европа мәдениетінде кіріп кеткен Гүймплен деген кейіпкер туралы болады. Бұл кейіпкерді біз қазақтардың мәдениетінде көп естімесек те, шетелде осы Гүймплен трагедиясы кішкентай мектептегі оқушылар мен ересек адамдарға дейін таныс. Енді шығарманы сізге толық айтпасам да аннотациясын, бастапқы сюжетін айтып берейін. Егер де сіздерге осы автордың жазу стилі немесе оқиға қызық болып жатса, өздеріңіз таныссаңыздар болады. Жалпы оқиға бізде Англияда болады. Ол кезде Виктор Гюго сол өз кезіндегі заманның критиканы, мысалы саясат, бай адамдарды, мысалы Англияда сэр және пэр деген өздерінің бір дворяндық атаулары болады екен, соны критиковать етіп жазған екен бізде Виктор Гюго. Бірақ та айта кету керек, Виктор Гюго француз болғандықтан ол сол басқа елдің билеушілерін, билейтін топтарды осындай сынға алып, еркін жазалған. Өздеріңіз білсеңіздер, осы видеоның алдында Робинзон Крузо, Даниэл Дефоның шығармасын оқыған болатын. Сол кезде өмірбаянында Робинзон Крузоның авторы өзінің биіктегі сол сэр-пэрлерді Каре-деваны сынай алмаған екен, және де ол өзі сыни критика айтса да, ол үшін жазасын алып отқан. Ал мұнда Виктор Гюго сол ағылшындардың байып кеткен ортаны осындай жұмыстармен сынаған. Шығарма ең алдымен бізде Урсус пен Гома деген екі кейіпкерде таныстырумен басталады. Бірақ та мен сіздер оқиға түсінікті болу үшін оқиғаның ең басын айтып, кітапта болғанда емес, жалпы кітаптың хронологиясында болған оқиғамен таныстырып кетсем. Бізде Англия кезі, Англияда әлі монархия үстемдік құрған кез деп шығармада жазылады. Сол кезде бізде король болады, сосын корольдің астында сол герцог, әртүрлі монархиялық отбасылар болады. Және де Англияда пэр деген, мысалы сэр деп айтылады көбінесе, сосын пэр деген тағы да жеке бір лауазым деп айтсақ болатын шығар. Сол феодалдық бір топ болады. Және де сол пэрлер ол қазіргі
былай сіздерге түсінікті болу үшін, ол қазір парламентте құрылтайда отыратын біздің қазіргі өзіміздің үйреніп кеткен депутаттар сияқты. Біз қазір депутаттарды белгілі бір 4-8 жыл сияқты сайлансақ, ол жерде сол пәрлер туылғаннан, мысалы, егер де ол сол бір отбасы тегі Квенчарли деген мысалы бір отбасы болса, оның баласы, одан кейін немересі сол пэр деген атақ беріліп ол адамға, және де ол адам сол 18 немесе 20 жасқа толған кезде сол сенатта отырып бүткіл Англияның, Ұлыбританияға қатысты заңдарды қабылдайды екен. Міне сондай бізде түсініп отырған кезде сондай бір депутаттардың бар несі тобы. Және де түсіну керек, егер де сол депутаттарды ешкім сайламаса, олар тула салып сондай лауазымға ие болған соң, олар қарапайым халықтан өте алыста кеткен екен. Және де олардың өздеріңіз киноларда көрсеңіздер, сол орта ғасырлықтарда парик киетін, беттерін пудрамен бояйтын, сондай ақ колготки киетін, сондай Франция мәдениетінен көп нәрсені алған, сондай Англияның бір билеуші тобы. Ол адамдар көбінесе қарапайым халықтың қалай өмір сүріп отқанын түсінбейді, өйткені олар өздері үлкен бір сарай, әр пәрде үлкен сарайлар болады екен. Ол сарай кәдімгідей монархтың, королеваның, Британияның үлкен зәулім сарайлары. Ол жерде кәдімгідей адас кетуге де болады. Өте бай адамдар, олар қарапайым халыққа шықпайды, көбінесе сондай күзетшілерін қояды да, өздері сол парик киіп бір-бірімен солай жақсы өмірлерін сүріп жатады. Және де түсіну керек, сол жерде көптеген сондай интрига, өсек болады. Және де сондай бір отбасыда Квенчарли деген бір пэр болады. Және де сол Квенчарли деген пэр корольге ұнамай қалады. Король оның өзін бір жек көретін бір себебі болады да, оны елден қудалап, сөйтіп қуалайды. Оны сол ұстап алса зынданға отырғызып, немесе басын шабуға сондай әмір бергендіктен сол Квенчарли сол елден қашып кетеді. Бірақ та сол арасында король, бұрынғы Англияның монархы, бір өз елінде бір бандиттық ұйым деп те айтсақ болатын шығар, бір компречикосы деген бір ұйыммен жұмыс істейді. және де ол ұйым, бұл жерде кітапта жазылады, ол ұйым кішкентай балаларды сатып алады екен де, және де сол балалардан урод деп орысша айтады, енді қазақшасы былай сүйкімсіз, шоу уродов деген сияқты, сүйкімсіз адамдардың циркін ұйымдастыратын сондай бір карлик немесе бір бүкір, сондай әртүрлі қорқынышты адамдарды жасайтын сондай бір ұйым болады. Ол ұйым балаларды ұрламайды, ол ұйым балаларды сатып алады деп жазылады. Өйткені сол кездерде Англияда, жалпы Британияда қарапайым халық өте кедей өмір сүрген екен, және де олар мысалы кедей отбасыда 5-10 бала туса, оның 3-4-еуі сол аштықтан өледі, аурудан өледі. Сол себептен қарапайым халық балаларын сол компречикосы деген ұйымға сатқандар сияқты бір адамдар болған ғой, сол компречикосы. Соларға балаларын сатқан екен. Олар сол ата-анаға кәдімгідей ақша беріп, сол баланы алып, ол кішкентай кезінен соларға бір операциялар жасап, немесе бір оның бойын қысқартатын әдістер жасаған екен. Кітапта айтылады әртүрлі, мысалы бір әдісі, кішкентай бала туылған кезде оған денесіне бір қыш құмыра сыртынан қаптап тастайды, және де ол құмыраның мысалы бір бүкір сияқты болуы мүмкін ол құмыра. Сосын кішкентай бала мысалы өсіп 3-4 жаста өсіп, ол өскен сайын сол құмырадан түзу өсе алмағандықтан, соның денесі сол құмыраның пішініне өсе береді. Солай баланың сүйегі қатаймай жатқан кезде деформациялық қалыпта өскен соң, 1-2 жылдан кейін сол құмыраны шағып, сол ішінен түзу дені сау бала емес, денесі деформацияға айналған бүкір немесе қисық, карлик деген сияқты қорқынышты урод балалар шыққан екен. Және ол балаларды олар кейін сол компречикостар цирктерге сатқан, немесе сол Англияда монархия ғой, король немесе сол
герцог сол пэрлерге саткан экен. Олар бай адамдар, оларда акча, тамак баары болгондуктан олардын иштери пысып, сол арасында өздөрүнүн үйлөрүнө бир сондай кичинекей карлик немесе бир сондай коркунучтуу бир урутты үйүнө киргизип, конактар келгенде сону кәдімгідей бір жануар ретінде немесе бір ойыншық ретінде конактарга көрсөтүп, солай мактанган экен. Көбүнесе сондай бай адамдар сондай уруттармен мактанады, ал карапайым калктар сондай ар калаага сондай көчпелі цыгандар, цирктер келген кезде, сол цирктерде міндетті түрдө сондай коркунучтуу бой кичинтай немесе арык деген сыяктуу ар түрдүү сондай деформацияланган адамдар өнөр көрсөткөн экен. Және де элдер сону унап акча төлөп жаткан. Міне сондай кездердеги Англияда король Квенчарди деген бір пэрге артынан куудалайт, және сол кезинде сол Квенчардидин бір баласын урлап, оган сол компричкоссыларга сатып, сол баланы түрүн эбедийсиз коркунучтуу кылдырууга сондай заказ түзүлөт. Және де компричкостар сол баланы урлаган соң onun бетін операциялық хирургиялық түрмен бетін тігіп, кәдімгідей ол баланың бетіне өмір бақи күлкі сондай сыйлайды. Және де ол бала сол операциядан кейін оның терісі солай созылып, кесілген соң оның бетінде мәңгі бақи қорқынышты күлкі тұрады. Және де сол баланы елдер қараған кезде ол елдер түрі ебедейсіз мұрны қисық сондай бір түрі урод болғандықтан адамдар сол баладан басында қорқып, сосын қорыққаннан күлген екен. Оны көрсең адам жай барақат қарай алмайды екенсің, немесе қорқасың, немесе күлесің деген сияқты сондай қорқынышты бала жасап тастайды сол Квенчардидің кішкентай баласына. Және де сол бала бізде сол компричкостармен 10 жасқа дейін өмір сүреді, қастарында қара жұмыс жасап, сол өскен кезде сол циркта қатысу үшін. Және де сол кезде жүрген кезде Англияда көтеріліс болып, жаңадан король келеді билікке, және де сол биліктегі король айтады, компричкостар бұрынғы патшаның әдеттері дұрыс емес, адамдарды үйтіп сатып алып зақымдауға болмайды, бұлар Құдайдың алдында жауап береді деп заң шығарады. Компричкостарды ұстаған кезде өртеп, дарға асып, ал сондай соттау керек деген заң шыққан соң, бүткіл елде Англияда сол компричкостарға кәдімгідей ұстап алып, корольге берсек, оған ақша береді деген сияқты, оларды бәрілері аулай бастайды. Және де сол Англиядағы компричкостар бәрі қашып, қасында жүрген қорқынышты урод балалар, карлик балаларын бәрін өлтіріп, егер де соларды көріп қойса, ұсталып қалатын деген соң, балаларды өлтіріп, қалдырып, сөйтіп қаша жөнеледі. Және де біздің бас кейіпкер кішкентай бала 10 жастағы баланы бір қыстың күні бір жағы ауылға қалдырады да, өздері сол кемесіне отырып, компричкостар қашып кетеді. Және де сол кемемен қашып бара жатып, олар үлкен бір дауылға тап болады да, олар сол суға кемелері бата бастайды. Және де сол кемеде отырған компричкостар Құдайдың алдынан кешірім сұрайық, біз өте жаман нәрселер жасадық, сол бізде тірі қалған, жағада қалған баланың шындық ол пэрдің ұрпағы және сондай бір герцог екенін айтуымыз керек деп бөтелкеге қағазға хат жазады да, сол қағазын бөтелкеге салып теңізге лақтырады. Және де содан кейін біз міне осылай баланың тағдырын осылай ұрлағанбыз. Бұл бала негізі пэрдің ұрпағы деген сияқты өздерінің қолдарын қояды да, өздері кейін сол суға батып өледі. Бұлар өздерінің сол Құдайдың алдында, сол баланың алдында кешірім сұраған сондай өздерінің түрлері болады. Және де біздің бала сол жағада ауылдарды аралап, солай біздің кітап негізі сол жерден басталады. Кітапта сол ең басталған кезде бізде Урсус деген және Гомо деген екі кейіпкер болады. Біреу қасқыр, біреу адам. Урсус деген аю деген мағынаны білдіреді екен, Гомо деген адам деген мағынаны білдіреді екен. Ол аю деген, сол Урсус деген бізде бір шал болады, Гомо деген адам деген мағынаны білдіретін бір қасқыр болады. Ол өзі бір цирк сияқты өнер көрсетіп жүрген бір көшпенді бір қария екен. Және де өзінің қасқырымен бірге жүрген кезде оның үйіне сол біздің Гуимплен деп болашақта айтатын беті
мәңгі күтіп тұратын кішкентай бала келеді, және де ол жолда сол біздің басты кейіпкерге келген кезде жолда кішкентай қызды тауып алады. Оның аты Дева ма қалай, сол бір қызды тауып алады да, және де ол қыз өзі көзі соқыр болады. Не түрі урод сияқты кішкентай бала, соқыр қыз, және де сол шал, және де қасқыр бәрі бір отбасы болады да, болашақта қалаларды аралап цирк сияқты өнер көрсетіп жүреді. Міне осылай бізде оқиға басталады. Ары қарай өте қызықты тағы да сюжеттер болады. Мен сіздерге сол кітаптың басын, аннотациясын айттым. Егер де сіздерге қызық болса, осы шығарманы оқысаңыздар болады. Бірақ та бағана айтып кеткендегідей, бұл шығарманы оқыған кезде көп информация көп. Бірақ та егер де сіздер сондай қызықты әлемдегі классикалық шығармамен танысқыларыңыз келсе, бұл сондай ұзақ текстер сізге кедергі жасамайды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.